Армысыздар, менің есімім Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда бүкіл әлемде, соның ішінде Қазақстанда орын алып отырған жағдайды бәрі біледі. Қазіргі таңда Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында карантин енгізіліп, бұл қалаларға шет аймақтан және де басқа да қалалардан ешқандай да транспорт кіргізілмейді. Демек, ешқандай адам кіріп шыға алмайды. Бұл шаралардың бәрі түсінікті, не үшін жасалып отырғаны себебі әрине бұл аурудың алдын алу мақсатында істеліп отыр. Және де бұл індеттен бөлек қазір мен сіздермен басқа тақырыпта сөйлескім келеді, себебі бұл індет тек қана жаңағы адамның денсаулығына ғана емес. Өкінішке орай бұл төтенше жағдай, жалпы бұл індет көптеген адамға әсерін тигізіп жатыр. Сонымен Әйгерім Ермекбай есімді заңгермен, ол кісіден бұрындары да сұхбат алған болатынмын. Заңгермен талай мәселені көтердік, жалпы ол кісіге бірнеше сұрақ қойдым. Сіздерді мазалап жүрген сұрақтарды, жалпы өзімнің жақындарымды, өзімді мазалап жүрген сұрақтарды қойдым. Сондықтан да қараңыздар, пайдасы тиіп қалады деген ойдамын. Қандай сұрақтарды қозғаймыз қазір айта кетейін. Несиені төлеуге қандай банктер шегерім берді? Жалпы осындай төтенше жағдай енгізілгеннен кейін несиені төлемеуге болады ма, және де қанша айға оны шегеріп қоюға болады? Сондай-ақ жұмыссыз қалсаңыз не істеу керек, кімге жүгіну керек? Және де егер де жұмыссыз қалмағанның өзінде сізді мәжбүрлі түрде демалысқа, ақысыз демалысқа жіберіп жатса, сіз не істеу керексіз? Қайда жүгіну керексіз? Және де қандай арыз жазу керексіз? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын Әйгерім береді. Сұхбат сіздерге қызық болады деген ойдамын, себебі қазіргі таңда орын алып отырған ең басты мәселені қозғайды. Сәлем Әйгерім, бүгін мен сіздің сұрақтарыңызға жауап берейін. Бұл видеода төтенше жағдай кезінде қандай тыйымдар салынды. Қазіргі жағдайда бізге белгілі Алматы қаласы мен Астана қаласы толықтай карантинде. Яғни бұл төтенше жағдай кезінде қоғамдық орындарға баруға болмайды әрине. Банктерге, соттарға да сондай-ақ барлығы онлайн түрінде, сондай-ақ университеттерде, мектептерде, балабақшалардың да барлығы жабылды. Сондықтан да ең бастысы өзіміздің үйде отыруды тапсырды бұл төтенше жағдай кезінде. Екінші сұрақ: несиені төлеуге қандай банктер шегерім берді? Несиені төлемеуге әзірге Каспий банк, менің білуім бойынша, Home Credit банк және де Евразиялық банк қой деймін, егер қателеспесем, олар өздерінің жаңағы сайттарында жария хабарландыру берді. Ол хабарландыруға байланысты жаңағы егер де осы төтенше жағдайға байланысты сіздің табысыңыз төмендеп кететін болса, яғни төмендеп кететін растайтын құжат болса, онда сіз банкке арыз жазып, сол 2 ай уақытта, наурыз және сәуір айында несиені төлемеуге болады деген жазбаны көруге болады. Бұл жазба әрине жаңағыдай заңды жұмыс істейтін, яғни өзінің осы төтенше жағдай кезінде табысы төмендеп кететін, растай алатын адамдарға ғана байланысты, өкінішке орай. Себебі көптеген жаңағы официальный емес дейміз ғой, официальный жұмыс істемеген жағдайда мұндай құжатты әрине көп адам банкке көрсете алмайды, табысының төмендегенін көрсете алмайды. Сондықтан да бұл әлі белгісіз жағдай, уақыт келе соны көріп жатармыз. Мен бірақ міндетті түрде кеңес беремін, банкке барып, осы жағдай туралы арыз жазып, енді банкке барудың қазір қажет жоқ, банктың онлайн
почтасына осы арызды міндетті түрде жіберу керек. Яғни ол жерде банк 15 жұмыс күн ішінде жауап береді сол сіздің арызыңызға. Сондықтан да сондай арызды беру керек деп ойлаймын мен. Үшінші сұрақ: үкімет қарапайым халыққа қандай көмек беріп жатыр? Мынау жақында ғана президентіміз өзінің үндеу дейміз ғой, үндеу емес, жаңағы хабарландыруында айтқандай, әр Қазақстан Республикасының азаматына 40 мың, қателеспесем 40 200 теңге беріледі деп айтылған. Алайда бұл да сол жаңағы егер осы төтенше жағдайдың әсерінен сіздің табысыңыз төмендеп кететінін растайтын құжатты сұрайтын болу керек, себебі кез келген адамға бере бермейтін шығар деп ойлаймын. Ол жағы да қазір қарастырылып жатыр, әлі не болар белгісіз. Жұмыссыз қалғандар не істеу керек? Бұл сұрақтың жауабын да білмейді екенмін, себебі бұл жерде енді жаңағы заңды түрде жұмыс істейсіз ба, заңсыз жұмыс істейсіз ба, соған көбінесе байланысты шығар. Жұмыстан мәжбүрлі түрде шығарып жатса не істеу керек қазір? Яғни ол заңды түрде осы төтенше жағдай кезінде өкінішке орай сізді ешкім жұмыстан шығара алмайды, себебі заңмен тыйым салынған мұндай жұмыстан шығару. Бірақ енді осындай жағдайлар орын алып жатса, әрине менің кеңесім тек қана сотқа жүгіну, басқа ешқандай жол жоқ шығар. Шағын бизнеске қандай көмек бар? Олар ең көп зардап шекті. Шағын бизнеске мынау мемлекет тарапынан бірнеше жаңағыда жеңілдіктер жасалынып жатыр. Ол жаңағы налогтан дейміз ғой, освобождение от налога. Енді оның барлығы қазір қарастырып жатыр, бірақ көмектесеміз деп мемлекет тарапынан көмек болады деген хабарландыру болған. Сондай-ақ олардың 3 ай бойы, егер қателеспесем, банктегі несиелері тоқтап тұрады. Банкке бара алмаса, қалай арызды банкке өткізуге болады? Бұл сұрақтың жауабын жаңа айтып кеттім. Онлайн, яғни кез келген банктың жаңағыдай официальный өзінің электронды почтасы бар. Сол почтасына осы арызды, өзіңіздің жеке куәлігіңізді және де төтенше жағдайдың салдарынан сіздің табысыңыздың төмендеп кеткен растайтын құжатты тіркеп, соның барлығын онлайн өткізесіз, яғни электронды почтамен. Сұрақтарыңыздың барлығына шамам келгенше жауап бердім деп ойлаймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.